Достар, сәлем. Бүгін сендерге бананды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Торт өте дәмді болып шығады. Бұл менің тапсырысқа дайындалған тортым, ішінде тосын сыйы бар. Видеоны соңына дейін қарап, барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Бананды тортты дайындау үшін ең бірінші біз кули дайындап алуымыз қажет. Бұл менде замороженный клубника, яғни қатырылған құлпынай, 250 грамм клубника және 250 грамм қант. Екеуін жақсылап араластырамыз және де қайнатамыз. Клубниканың орнына замороженный малина қолдансаңыз да болады. Біздің құлпынай мен секеріміз қайнап жатыр. 3-4 минут қайнатамыз. Көп қайнатпаңыздар, себебі малинамыз қарайып кетеді. Мінекей біздің массамыз дайын. Қайнап болды. Осы массаны блендермен бір соғып шығамыз. Және де дайын кулиді бөлек ыдысқа салып, 1-2 апта сақтауға болады. Келесі бананды торттың бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге 6 дана жұмыртқа, 220 грамм ұн, 2 шай қасық қопсытқыш, 1 дана банан, 140 грамм секер, 70 грамм сұйық май және 60 грамм сүт қажет. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Шай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Массамыз көтеріліп бастағанда секерді 2-3 бөліп саламыз. Міне бізде өз формасын ұстайтын аппақ үлпілдек масса шықты.
Келесі жұмыртқаның сарысына сүтімізді, сұйық майымызды құйып, одан кейін бананымызды салып, бір келкі масса болғанша блендермен араластыратын боламыз. Келесі 3 массаны біріктіретін боламыз. Яғни жұмыртқаның ағын, сарысын және ұнымызды. Мен қопсытқышты ұнның үстіне қосып жібердім. Ұнды 2-3 бөліп салатын боламыз. Және міндетті түрде силиконды күрекшемен араластырыңыздар. Және де араластыру барысында жұмыртқаның ағын басып алмауға тырысыңыздар. Біздің массамыз дайын. Осы массаны диаметрі 22 см формаға пісіретін боламыз. Мен осы кальцоға пісіретін боламын. Осы маған ыңғайлы. Егер де сізде басқа формалар болса, пісіре берсеңіздер болады. 22-23 см. Теңде 2 бөлікке бөліп, 170 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Біздің бисквитіміз пісті, толықтай суыды. Енді формадан шығарамыз. Қараңыздар, жұмсақ, нәзік бисквитіміз дайын. Иісі өте керемет. Келесі кремін дайындаймыз. 150 грамм сливочный сыр, 150 грамм творожный сыр, 150 грамм сахарный пудра және 700 грамм сливки қажет. Сливочный сыр менде маскарпоне. Сливки 33%-тен жоғары пайдаланыңыздар. Мен жағдайымда питмол. Президент қолдансаңыз да болады. Және де творожный сыр. Креметті.
Барлығын жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Біздің үлпілдек креміміз дайын. Келесі бисквиттерімізді бөлетін боламыз. Мен жіптің көмегімен бөлемін. Ол үшін бисквиттің шеттерін осылай пышақпен кесеміз. Және кескен жерге жіпті толықтай кіргізіп, бір-біріне айқастырып тартатын боламыз. Сонда бисквитіміз оп-оңай екіге бөлінеді. Тағы да көрсетем, екі шеттерін кесіп, кескен жерге жіпті толықтай кіргіземіз. Және бір-біріне айқастырып тартатын боламыз. Бізде оп-оңай болып бөлінді. Бізде барлығы дайын. Енді кремін жағатын боламыз. Мен осылай кондитерлік қапшықтың көмегімен кремді жағатын боламын. Осылай маған ыңғайлы. Сіздер бисквитті кольцоға салып, қасықпен жақсаңыздар да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Бірінші бисквит, крем. Одан кейін кулеміз саламыз. Келесі екінші бисквитімізді қоямыз. Кремін жағатын боламыз. Екінші слойға мен кули емес, банан қоямын. Егер кули болмаса, барлық слойына осылай банан қойып шықсаңыздар да өте дәмді болып шығады.
Үшінші слой. Тағы да крем. Үшінші слойға кули. Тортымыз біркелкі тегіс болып шығу үшін кальцияға салып 5-6 сағат холодильникке қоямыз. Торттарымыз холодильниктен шықты. Келесі тортымыздың сыртына черновый слой жасаймыз. Черновый слой дегеніміз ол қалған крем мен торттың жан-жағында корждардың бәрін жинау. Яғни қазір тортымыздың сыртын қаптағанда бізге корждары кедергі жасамау үшін. Біздің тортымыз дайын. Холодильникке салып қоямыз тортымызды. Және де тортымыздың сыртын қаптайтын крем жасаймыз. Крем чиз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы 150 грамм сары май, 250 грамм творожный сыр, 150 грамм қант ұнтағы, 40 грамм какао қажет. Және де менің тортым сырты қара болғандықтан мен топ-декордың красителерін пайдаланатын боламын. Бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осылай жиегінде қалып қояды. Соны жақсылап тағы да силиконды күрекшемен алып, қайта араластырамыз. Және де творожный сырды қостым. Біркелкі масса шықты. Үстіне какаоны қосып, тағы да миксерлейміз. Және де қара красительді қосып, тағы да миксерлейміз.
Біздің креміміз дайын. Өте тығыз және жұмыс жасауға ыңғайлы крем дайын болды. Және де кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, торттың сыртын қаптайтын боламыз. Кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Мен осылай тортты тегістеуге арнайы шпатель алдым. Егер сізде де шпатель болмаса, линейкамен тегістесеңіздер болады. Бірақ қазір кондитерлік магазиндерде шпатель сатылады. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Достар, бұл менің ең алғашқы видео рецептім. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі торттардың видео рецептісімен бөлісетін боламын.
Біздің тортымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі торттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жазира. Келесі кездескенше.